Құмтиын орта мектебіндегі ағайынды Самаликовтерді орнынан себепсіз босатып жіберу мәселесі басылу тұрмақ ушығып бара жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бұның алдында Кентау қаласы әкімі Дәурен Мақажанов Құмтиын аулақ сақалдарын кездесуге шақырып алып, жиналысты өзі емес, білім бөлімінің басшысы Әуелбеков Әділ жүргізген болатын. Қазір жаңа жасап, мысалға сіз айтасыз, неге жүрсіз, неге, қандай қағазыңды, әкел қағазыңды дейміз. Мысалы, мақпалдікі дұрыс тұрмаса, первый канал Евразиядан шықпайды. Заң сөйлесін шығармайды. Оны. Қандай ғып айтты, Нұртілеу? Үлкені көді дермен татады деді. Мысалға енді жаңа заң сөйлеске жіберіп жатыр, Евразияға жіберіп жатыр, енді сіз әжептеуір бір ауданның басшысыз да, сол мына қыз неге шығарып жатыр? Соған интерес қылды, апай. Неге интерес ауылдың қарайған шақырып, мектепке барып, жиналыс жасап, сол жағына басып та кеп, сол ауылда түсіп кететін нәрсе ғой. Мен білмеймін сіздерді қандай бастыргендер бізге. Мысалға ауылдан біз шыға бермейміз, халық. Біз интерес жасадық, бізге қандай фактімен келеді бұл кісілер. Біз соныменен қарадық. Ал енді мынау қазір ситсен көтеріліп жатыр. Бұрынғы 15 жылғы заңсыздықтар оның бәрі бұрын көтерілген жоқ қой. Жоқ, сол. Ал енді мен таңғаламын, сол нәрсе көтерілмесе, осы нәрсені бәрі сіз сабырыңыз. Басылу тұрмақ ушығып жатыр деуіміздің себебі көп балалы ана Самаликов Мақпалды уақытша балабақшаға жұмысқа қабылдап, қазіргі таңда декрет демалысында отырған ананы қайта орнына жұмысқа қабылдаған. Бұл дегеніміз Қазақстан Республикасының ата заңына бағынбау, қарсы келу болып табылады. Тұңғыш президентіміздің көп балалы аналарды жұмыстан босатуға болмайтындығын, олар қай жерде болмасын, бірінші кезекте болу керектігін айтқанын баршамыз білеміз. Сонда бұл сөздер Кентау қаласының әкімі Мақажанов Дәурен мен білім бөлімінің басшысы Әуелбеков Әділге жетпегені ме? Әлде бұл кісілерге бөлек жарлық жарияланған ба? Жұмыс ситсен порталына тіркелмей, еш жерде жұмысқа алынбайды деп айта тұра, өз қолымен жазылған жауапхатта жұмыс ситсен порталына тіркелмеген деп жазған Әуелбековке кім шара көреді? Көп балалы шырылдаған анаға Кентау қаласына қарасты Құмтиын ауылының әкімшілігі, мектебі, балабақшасын қосқанда ешбір мекемесінде екі қолға бір күрек табылмағаны ма? Шырылдаған ана тегін дүние сұрап жатқан жоқ. Жұмыс сұрап отыр құрметті Дәурен мырза. Әлде ел арасында мектептің кадр жүйесінің саудаға салынды деген қауесеті рас болғаны ма? Ақ пен қара арпалысқан бұл істің ара жігін ажырата білейік.